لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. Ассаламу алейкум ардақтағайын, баршаңызға Алланың нұры жаусын. Біз бүгіннен бастап имандылықтан нәр алған, немесе Аллах тағаланың бүкіл адамзатқа парыз еткен міндеттеріне мойын сұнған қыз-келіншектер туралы сөз етпекпіз. Өйткені адамзаттың ардақтысы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бұл дүние өткінші нәрсе, сол өткінші нәрсенің ішіндегі ең қымбаттысы ізгі салихалы әйел деді емес пе? Осы хадиске сай халқымыз да ақылды да иманды әйелді нағыз қазына деп бағалаған. Сондықтан бүгінгі бойжеткен ертеңгі ана деген теңеуге сіз қандай жауап берер едіңіз? Біз де өз мүмкіндігімізше жауап іздейміз. Өйткені әйел мен ер азаматтың құқын теңестірген асыл дінімізде аналардың орны ерекше. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардан: «Я Расулуллах, жақсылықты алдымен кімге істейміз?» деп сұрағанда, анаңа деді. Одан кейінше анаңа, ал одан кейін кімге? Анаңа, одан кейінше әкеңе деп жауап берді. Ана болу бұл Аллах тағаланың жер бетіндегі адамзаттың өсіп өркендеу үшін әйел затына аманат еткен ұлы парызы. Осы ұлы парызға мойын сұнып, батырлар мен алыптарды, даналар мен дараларды өмірге келген кешегі алтын құрсақ аналарымызды, ақжаулықты әжелерімізді бүгінгі ұрпақ құрметтеуге міндетті. Ал аналарымыздың сондай асыл жүкті ауырсынбай алып өтуіне халықтық тәлім тәрбие мектебі мен ұлттық педагогикадан, ата дінімізден өнеге алуы себеп болғаны анық. Ал бүгінде бұл алтын үрдіс үзілуге сәл қалды. Ұттық па, ұтылдық па? Оның жауабын өзіңіз білесіз. Алайда арамызда ата дінімізге ден қойып, Алланың үкімін ұлықтап, шариғат заңдарын өмір қағидаларына айналдырған имандар руларымыз арамызда аз емес. Енді олардың бір қатарымен танысу үшін Алматыдағы Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетіне ат басын тіредік. Біз бұл оқуға түсу арқылы тек осы дүниені ғана емес, екі дүниенің де білімін аламыз. Біз ең негізгі маманымыз Құран оқимыз, Құран үйренеміз, араб тілінен бастап. Және де осы Құран оқу арқылы біз мысалы Құран оқудың өзі көп сауап қой. Фиқ сабақтарынан да тереңдеп білім аламыз. Елді басқарып, ел билеп жүрген азаматтардың, сонымен қатар дәрігерлердің, ғарышкерлердің, көптеген мамандықтағы жүрген саладағы адамдардың сол дәрежесіне жетуіне ең алғаш себепкер болған ақын жазушыларды алайық, кешегі Құнанбай, Абайларды алайық, олардың сол дәрежесіне жетуіне ең алғаш себепкер болған кім? Ол әрине ана. Ел болам десең бесіңді түзе дейді. Сол бесікті әлдилететін, тербейтін ол ана. Ананың дұрыс тәлім тәрбиесіменен үлгенеге алып өскен баланың болашағы әрине жарқын болады. 13 жастан бастап намаз оққаннан кейін маған Алланың білімін тереңірек білу керек болды да. Мысалы, қазір исламда да неше түрлі секта, түрлі ағымға бөлініп кеткеннен кейін пайғамбарымыздан жеткен хадис бар ғой, қияметке дейін ислам 73 тармаққа бөлінеді. Соның 72-сі жаңағы адасқандар болады да. Осы ағымға түспес үшін біз бірінші білімімізді дамытуымыз керек, араб тілін терең меңгеруіміз керек, ислам дінін, сунна, хадис бәріміз білуіміз керек та, терең. Бұл жерде нағыз қазыналар жатыр да, небір қазыналар жатыр. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам кімде-кім білім іздеу жолына түссе, Аллах тағала оған сол арқылы жәннатқа бару жолын жеңілдетеді деді. Жоғары білімді діни мамандарды даярлау мақсатында құрылған Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университеті 2001 жылдан бастап халыққа қызмет етуде. Мұнда исламтану, аударма, дінтану, екі шет тілі, араб, ағылшын тілі, яғни 4 сала бойынша мамандар даярланады. Алғашқыда тек ер азаматтар ғана дәріс алатын оқу орны 2007 жылдан бастап нәзік жандарға да есігін ашты. Әсіресе мына қазақ қыздарының исламды білуге деген құлшынысы өте көп екенін байқадым. Себебі бізде Қазақстанда бұндай жағдай жаратпағаннан кейін біздің Қазақстанның қыздары басқа елдерде, мысалы көршілес Өзбекстанда, Татарстанда, Қырғызстанда ислами біліп алып жүрген қыздарды мен көрдім. Әсіресе бұдан көршілес республикалардан тыс мына Түркияда, содан кейін Египетте, Сирияда осында біздің қазақ қыздарымыз ислами білім алу мақсатында
көптеп кездестірдім. Сондықтан біз неге бұл өзіміздің қыздарымызды неге сыртқа қаңғыртамыз, неге өзімізде осы қыздарға білім алу жағдайын жасамаймыз деген ой келді. Сол мақсатта біз мына исламтану мамандығын да қыздар бөлімін аштық. Ата дініміздің қажеттілігін күнделікті күйкі тіршіліктен бастап қоғамымыздың кез келген саласынан аңғаруға болады. Тіпті еліміздегі 2000-нан аса мешіттердегі сауат ашу курстарына ұстаздардың тапшылығы түсінікті жайт. Ал бүгінде қоғамымызда заңгер мен қаржыгер немесе табысы мол мамандықтың тізгінін игеруге ұмтылатындар аз емес. Алайда Нұр Мүбәрак университетінде сондай бағытынан бас тартқан ақиқат ілімге бет бұрған аруларымыз да бар. 11 сыныпты біткеннен кейін Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогика университетіне түстім. Сол жерде негізі английский, немецкий де оқыдым да, бірақ мен сол жерде жаңағы намазды сол жерде бастадым ғой, орамалды сол жерде тағдым, жатақханада жаттым. Содан кейін жаңағы өңкей биамалдардың арасында жүрген кейін осындай өзіме лайықты орта іздей бастадым, осындай жер. Содан құрбылармен бір осы жерге келетін болып қалдық та, осы Нұр Мүбәрак университетіне. Келгеннен кейін ұстаздарды, шәкірттерді көрдім. Сосын айналасын бәрі сондай ерекше жер да бұл жер. Өзімді сездім осы жерді маған лайық жер екен. Келесі жылы осы жерде қыздар, исламтану қыздар бөлімі ашылған. Содан ол жерден құжаттарды алып, осыны тапсырып, осы жерге түстім. Динара Құсбекқызы да қаржыгер мамандығын игерген бойжеткен. Іргелі қаржы орталықтарында қызмет етуге мүмкіндігі бола тұра, дінтану саласын таңдаған арудың ақиқат ілім жайында айтары баршылық. Бұған дейінгі оқу орны менен қазіргі оқу орнының арасы жер мен көктей десек асыра айтпаймыз. Әрине ол сондай. Көзіміз жетіп жатыр. Көптеген нәрселерде өте үлкен айырмашылықтар бар. Адамзатқа керекті, өте қажетті құндылық өзіңе қаламағаныңды біреуге істеме. Сондай бір құндылықтың бұл жерде үлкен орын алыватқандығын көріп жатырмыз. Өзіне нені қаласа адам баласы, өзгеге де соны қалау керек. Өзіне қалаған нәрсесі, демек хайырлы, жақсы нәрсені қалағандықтан ол өзгеге де хайыр, жақсылық талайды. Және айтқандай, 5 саусақ жұдырғанда жұдырық болады. Сол кезде ол бір нәтижеге жетеді. Бір жағадан қол бір жағадан жен шығарып атса, бұл халықтың бірлігін, ынтымақтығын көрсетеді. Әрине біздің білім алатын ордамыздың бірліктің астында тіршілік етуі, ол жердегі адамдардың ішіндегі білім алып атқан шәкірттерге де, жалпы ұстаздарға да өте жеңіл келеді. Өзімді бұл жерде бақытты сезінемін. Маған ешқандай қиындық тудырмайды. Өте жақсы. Бұл жерде жаңа ислами пәндер көп жүреді, ислами сабақтар көп жүреді. Енді сонау Египеттен келген ұстаздар, профессор, докторлардан сабақ аламыз. Және Қазақстанның әр жерінен келген білімді ұстаздар береді. Солардың білімін жаңа үйреніп, оқып, көкейге тоғып алып, және басқаларға жеткіземін деген өзімнің сондай арман мақсатым бар. Бұл нұрланған жүректердің сезімін сөзбен жеткізу мүмкін болмас. Алайда бүгінде қасиетті Құрандағы үкімге мойын сұнып, зейнетті жерлерін сұқ көздерден жасырып, Алладан нәсіп болған абырой арын болашақ ұрпақ алдындағы аманат деп түсінген жандарды түсінбей, айыпқа бұйыратындар да кездесер. Тіпті олардың жұмыссыз қалып қоғамнан шеттетілуіне де шек келтірмейтіндер баршылық. Облыс орталықтарындағы үлкен мешіттер бар. Ол мешіттерде тек қана имамдар ғана емес, оның ішінде қыздар атқаратын жүктер өте көп екені байқалады. Мысалы, ол жерде есепшіден бастап тазалаушы, тәрбиеші, қатшы деген сияқты түрлі қызметшілер. Сонымен қатар мына ең бірінші біздегі мына имандылыққа бет бұрған қыздардыққа дәрісті кім береді, олар тәрбиелейді деген мақсатта да бұл қажеттілігі туып отыр. Бір жылдың ішінде көп нәрсені үйрендік. Біріншіден біз араб тілін үйреніп отырық. Құран қай тілде түскен, араб тіліне түскеннен кейін біз араб тілін білсек, біз Құранды да уже түсіне білеміз да. Тек қана аудармасын емес, біз өзіміз де уже терең түсінетін боламыз. Хадистерді бізге уже университет үлкейтіп салынып отыр ғой. Бізге именно әйелдер кісілерге әйел ұстаздар керек болып жатыр. Сондықтан сендер жақсы білім алсаңдар, исламтану дейді, сендер ұстаз боласыңдар дейді да. Әйел адам ешқашан жұмыссыз қалмайды, ол түзде болсын, үйде болсын. Ең басты жұмыс ана болып, бала бағу. Оған біз тәрбие береміз, ислами тұрғыда тәрбие береміз. Біз бұл оқуды білу арқылы көп нәрсені үйреніп, балаларымызды тәрбиелейміз. Ең негізгі мақсатымыз сол отбасында баланы тәрбиелеу. Ал ер адамның міндеті әйелін және бала шағасын асырау.
яғни әйел адамға жұмыс істемесе де болады. Нұр-Марак университетінде қыз балалар арасында, яғни өте тәртіпті десе де болады, яғни олар бір-бірін сыйлағанды жақсы көреді, және де олар бірінің білмей жатқан екіншісіне үйретуді қатты талап етіп тұрады. Болмаса, кіші болсын, үлкені болсын, ол менен үлкен екен, ол менен кіші екен деген сияқты жастарына қарамай, яғни олар өзінің жасының кіші болғанымен үлкенге үйретіп, үлкендер өзінің жасы үлкен кішіден алып деген сияқты ондай қыз балалар арасында, яғни бір-бірін қызғаныш деген ондай нәрсе болмайды. Яғни мен осы университетке түскеніме қуанам, осындай жақсы тәрбиелі қыз балалармен бірге оқығаныма. Қазір 2 мамандықты ұштастырған, 3 мамандықты ұштастырған қызметкерлерге деген бізге қажеттілік туып жатыр. Қазір Қазақстанда тамақ технологиясы бойынша мамандар көп дайындалады. Енді мұсылмандық, халалдық асхана деген шықты ғой. Енді бұл кезде бізде тек қана бұл тек тамақтың технологиясын ғана емес, жаңағы бізде исламды білетін, шариғатты білетін кадрлар керек тудырды. Мысалы, ақпарат орындарында бұрын журналист керек болса, енді мына бағдарламалардың исламға байланысты, дінге байланысты бағдарламалардың дүниеге келуі, мына тек қана журналистиканың қыр-сырын ғана емес, исламды білетін адамдарды қатар, сондай 2 мамандықтың, 3 мамандықтың тоғысқан жерінде кәдімгі мамандар қажеттілігінің қоғамның өзі тудырып отыр. Мінеке қымбатты көрермендер, біз бүгін ақиқат бұлағынан сусындап екі дүниенің нығметіне қатар қол созған аруларымыз жайында аз кем хабардар болдық. Ал бізге осынша нығметті жеткізген ардақты жандардың арасында аяулы аруларымыз бар ма? Немесе ата дініміздің тарихында аты аңызға айналған сахаба аналарымыз жайында біз не білеміз? Ал егер білмейтініміз болса, бірге ізденейік. Бүкіл ғалам иесінің адамзатқа жіберген ақиқат жолы ислам дінінің таралуында пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламнан кейін сахабалардың атқарған еңбегі мен көрсеткен өнегесінің жөні бөлек. Ал сахаба деген сөздің мағынасына тоқталсақ, сахаба арабшадағы сақ түбірінен туындаған көпші түрдегі есім сөз. Жекеше түрі сахаби. Сахаба серік, жолдас, дос болу және сұхбаттасу деген мағынаны білдіреді. Ал шариғи мағынасына келсек, Аллах елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламды көрген, аз уақыт болса да оның сұхбатын тыңдап, иман келтірген және дүниеден берік иманымен өткен жанды атайды. Ислам тарихында жалпы сахабалардың нақты саны жайлы мәлімет болмағанымен, кейбір деректерде 100 000 сахабаның болғандығы айтылады. Мәселен, қоштасу қажылығында 40 000, ал Тәбук жорығына 70 000 сахабаның қатысқандығы жайлы деректер бар. Әрине, түрлі шайқастар мен ислам жолында алыс жақтарға тарап кеткен сахабалардың есімдері тарих беттерінде сақталмаған. Ал сахабалар ерлігін шығармасына ең көп арқау еткен ғалым Ибн Хажар өз еңбегінде 11783 сахабаның есімін атаған. Осындай ата дініміздің тарихында ер сахабалардың ерлігі қандай болса, әйел сахабалардың да орны ерекше. Олардың алдыңғы легінде әлемге рахмет етіп жіберілген Аллахтың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның жұбайлары. Әлемдердің әміршісінен уахи келіп жатқанда, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның жанына жалау болып, ұлы заңдарды, әсіресе отбасына, әйелдер қауымына байланысты мәселелерді бізге жеткізген аяулы жандар барша мұсылмандардың аналары. Сондықтан адамзат тарихында алтын әріппен жазылған олардың есімі заман ақырына дейін жарқырай түсері анық. Мінеке қымбатты көрермендер, сіз бен біздің иман бақшасында жүздесуімізге өмірлерін арнаған ардақты аналарымыз жайында алда хабарларымызда жеке дара сөз етпекпіз. Өйткені бұл қызықты да әрі сауапты әңгімелердің бірі болатындығына сеніміміз мол. Ал еліміздің ертеңгі иманды болашағының бесігін тербетер аруларымыз бен оларды тәрбиелеген ата-аналарға Аллах тағаланың нұры жаусын демекпіз. Ал бүгінгі сөз еткен Нұр Мүбәрак Египет Ислам мәдениеті университетінде, не болмаса өзге де жоғары оқу орындарында діни білім алуға барлығымыздың мүмкіндігіміздің бола бермейтіні анық. Ендеше ата дініміздің алғашқы әліппесін қайдан үйренуге болады деген сауалға алда хабарларымызда бірге жауап іздейік. Әрдайым баршаңызға Алланың амандығы, рахымы мен берекесі жаусын. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata
قوة إلا